Bismillahirrahmanirrahim. Хаким Осен биттоу айтқан жоруқланып толтырдым. Күнге де байламадым. Энчи бұл күнге. Жылны бір күнінде амалым болады да Құран оқытырға излейме, аны суаплаға өлген адамыма барырча. Кесім Құранны аламат оқи білмейме сөз үшін. Башқала оқытырға дейме. Ол efendileni o күн чақырып, o жұмышны етерге жараймыды sonra? Өткен бөрілері Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini айтқан екен. Мен амиле амален лейса алейхи амруна фахуа рад. Енді ол хадисінің риуаятлары көпті, башқа түрлі сөзді біле, алай мағанасы барыста бірді. Кім біздің бұйрығыз болмағалай жұмыс етсе де, ол қабыл болып дейді. Бұлайда өлгенге адамланы жиып, күнні белгілемей, жік туадағай, жыллық тағай, сен айтқанша бір есіме түшті, выходнойымда етерге сүйемі, сөз үшін. Мүлкім да барды шөнді, садақат етеріп ме, sonra efendilerini жиып, оқытып қойарға сүйемі. Ол адамланы жиып, оқытып қойған деген ол жұмыш бар мыды шариатта? Ала етерге боллық мұды? Бұлайда сору туады. Барын да шағат. Кесім оқи білмей ме Құранны? Кесің қалай оқи білейсің де алай оқы. Енді қалай айтайын, бұлай иге ол сөз үшін ол жылла бұла оқып келген имамча әрі оқи алмайсың да, қалай оқи білейсің де оқиса. Бұлайда Аллай зат барды. Сөз үшін сен efendileni жидың, Алла Құранды оқыдыла, тілекті еттілі, зікірді еттілі, сені сөз үшін өлгеніңе жәннетті тіледілі, қабыр азаптан сақлайып та тіледілі, тілеклеттілі, көп ақшы тілеклеттілі. Сен қалай сунаса, ол сені сөз үшін атаңа, анаңа, ұллатаңа, ұлланаңа, қарындашға, егечке, ол өлгеніңе, жуғыңа, ақылыңа, ол сен сүйген, таныған, білген адамыңа кесін еткен тілек ме ақшырақты, оғысы кімлейсе де бірле еткен ме ақшыды. Ала сені ол өлгеніңі кімлейді танылы, кімлейді танымайлы. Хабарлар жоқтан кім болған, ала келділі, жұмышларын еттілі дейік. Ол тілек жүректен шықмайды. Сені кесіңі адамыңа, кесіңі ақылыңа жүректен сөзіні да иге келіштір алмайса, харзатқа да алача фахмылы түйілсе, алай ол жүректен айтып, о мен Аллахым, мені бұллай адамымы, сен жаханим отыннан сақла, сен жәннетке кир, күнәхларын кеч, қабыр азаптан сен сақла деп еткен ол тілекчігін, ол бүттеу efendilerini жиып еткелерінен есе 100 көреге ақшыды. Нек? Аны сен етесі, жүрегіңнен етесі. Біз жұмышны бұлай көпчөклігіне қарарға үйренеміз. Жиылған, бұлай адамла көп болған, ол бұлай көп болды, селайда, не білейм, бір-бірін кезу, аны оқыды, мұны оқыды, алай етті, бұлай етті, ежу еттілі, ол бұрылы минге тауча бір суаплық болып барып базманына тейді деп. Олай түйілі. Аллахын алында. Сен кесіңі көзіңе көріңе ол көпчөклікке қарама. Сен Аллаху Тааляны алында базманға ауыр незат тиергіне қара. Таза жүректен шыққан тілек. Жоқты ол көпчөклік та, жоқты ол бұқы да бір тілекчік. Аны үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адам өлгеннен sonra ызынан қалған затларын үстінен ақшы улан, тілек еткен ақшы улан. Ызынан тілек етеді, уланы. Efendilerini de жимайды, көпшөклік те етмейді, бір арбазында толтырмайды. Тілек етеді. Ол өлгеніне. Ол да суаплық. Аны үшін біз Аллахын алында ауырлыққа қарарға керек. Біз ансы, ол біздің көзімізге көрінгенге қарарға керек түйілді. Бүтін бек шариатта аңа жоқты шағаты. Sonra қалай түс шартла бұлан өлгені ызынан садақа бұла ақшы жұмышла етерге болдықты. Садақа метесі, Құран оқиса, тілек метесі ешік кеңге açılыныпты. Қачан, не заман тап түшті, енді тілекке намазды еттің де есіңе түшті де тілек еттің.
Ekinci kere düşmey kaldı söz üçün. Dünya jumuşlaba kaygı boldun, unuttun. Üçüncü kere düştü, tilek ettin. Esine düştü, tilek ettin. Sadaka mülk gerekti söz üçün. Sadaka bereme dep. Şöndü joktu onun, biraz kalın zamandan onun boldu da sadaka terge süyme, ölgeninme. Kesinme tap zamanlı. İşimden solğan günüm taptı. Ol tap günümde tuttum da sadaka ettim. Akça bulam eteme, mal soyup etmi üleşeme, ol etke bir mirzevle zatla aş su mu koşama, adamga ne keregese de ne zatta kallaydı eteyim, sadaka eteme. Sadaka kimge eteme? Jarlığa, miskinge, kimge tiyişliyse de ol meni eltkenimmi kuanıp kim aşap Allah razı bolsun etkenge de etilingenge de dep tilek de etip hayırın körüktü. Tilek etmese de meni niyetim gerekli jerge berdim mi meyan suaplığın tabama. Sözün soruğa bolluksa tirede honşulağa üleşsema dep. Sadaka ettin jarılağa miskillege. Andan sonra ne de anı bula birge honşulağa da üleşirge süyemi. Bir türlü zaran joktu, bir türlü tıyğıt joktu. Atan, anan, ölgenin kimese de ol tirede yaşagandı, ol oramda yaşagandı. Anı bula birge yaşagallanı sıylap, anı atından sen alağa aş su aşırasa. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anna olsun. Ayşe aytadı. Har tap düşkenden toklu koy soyu yedi. Hadica'nı birinci übiçesini nögör kızlarına da ülüş aşırı itteydi. Ala jarlılarla sadakat işlirle de buğay. Üdegisini nögör kızları ile. Tem kızları. Üdegisini sıyın namısı bula alanda silahın etiydi. Ol akşıcumuş mudu? Akşıcumuştu. Atam mı, anam mı, ol ölgenim mi, joluklarına, ahullarına, bu tirede yaşaymınla, yaşamaymınla, başka yerden yaşaydılar. Alağa da bir ölüş çıkarıp, alanda sıylap, anam mı, atam mı, atından, ölgenim atından, alanda sıylasam, ol akşı mıdı? Akşıdı. Andan suaplık var mıdı? Bardı. Ol barısı da akşıcumuşlarla. Alay, ol sadaka degen sözünü biz köbüsünde hayırlanabız, jarlılağa kıyırda kalıp kalalı. Jarlılağa ol sadakadan ülüş çıkmaya kaladı. Ol ullu aryu bazmanda avurluğu bolğan söz aytılınadı. Ol sadaka tiyişli kerti de ol eki kavum jarlıla fakırla miskille ala kurlaya kalalı. Honşulağa üleştim, har biri bir şer omak meşnede aylanadı, aşta suda taptı, ol da suaptı. Aytxanımızca alay jarılanı unutma. Jarılağa da ber, jarılağa da çıksın. Ala da ölüşlerini alsınlar. Ol hakları bula alağa çündep aytılıngan ol sadakadan ala da ölüşlerini alsınlar.